Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Қазір мен небәрі 4 сағаттан тұратын дәмді және тез салаты дайындаймын. Қиярымызды соломка етіп турап шығамыз. Одан кейін қатты ірімшігімізді тураймыз. Піскен жұмыртқамызды да турап шығамыз. Менің арнамда жаңа шыққан рецепттерді жіберіп қалмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Салатымызды бір ыдысқа салып, оған свежий укроп, петрушка және кукуруза қосамыз. Содан кейін соус дайындаймыз. Майонез немесе қаймаққа чеснок, тұз, қара бұрыш қосып араластырып алып, салатымызға қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салат дәмді әрі қарапайым жасалу жолы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қарап болсаңыздар, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.